Бүгін Алматыда сағат 18:55-те Қазақ КСР жоғарғы кеңесі мемлекеттік егемендік туралы декларация қабылдады. Сол кездегі жоғарғы кеңестің шешімімен қабылдаған декларация ол бүгінгі біздің егемендігіміздің ең алғашқы іргетасы қаланған тарихи әрі саяси әрі заңды тұрғыдан қабылданған бірден бір шешім болды. Мен республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды ұсынамын. Республика күнін қайта жаңғырту бұл біздің қазіргі таңдағы жаңа Қазақстан құруда ұлттық идеологияның алғашқы бағыттарының бірі деп алуға болады. Халқымызға үлкен рухани бір серпіліс беру үшін осы мереке ұлттық мереке ретінде статусқа ие болды деп ойлаймын. Бір мемлекетіміз бар, сол перзенттің өмірі үшін біз жауаптымыз. Өз кезегімізде сол мемлекетте басқа жерде жоқ хақымыз бар. Сол мемлекетте біз өзімізді толыққанды азамат деп сезінеміз. Біз тұрғыннан азаматқа айналу хақына алды. Адам болып туған азамат болу мүмкіндігін алды. Міне осы мағынада 25 қазан атап өтілу керек.